Сәлемдесу балалар. Үлкен кетесіз, кіші кетесіз, бар адамға құрметпен бас иеміз біз. Жақсы, рахмет, отырамыз балалар. Ал енді жайғасып болсаңыздар, біз алдыңғы сабақта Ерлан Жүністің тәуелсіздік өлеңін өткен болатынбыз. Үйге қандай тапсырма берілді? Айта ғой Айзада. Ерлан Жүніс, менің атым тәуелсіздік жаттап келемін. Жақсы, енді сіздер жаттауды қайталағанша мен сіздерге автордың өз даусынан оқыған өлеңнен үзінді қойып беремін. Жақсылап тыңдап қайталап отырыңыздар. Алты жасында алып бұлаған жылағанын көрдім, бастарын сүйен ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, алты жасында соныптым, алып сөздердің айтылғанын көрдім, ақ төбеліммен халықтым. Жақсы, бұл өлең сіздерге таныс қой. Таныс па? Жақсы. Өлең не жайында айтылған балалар? Тәуелсіздік. Өте жақсы. Ал енді жаттауды кім айтады? Қайсыларыңыз айтасыздар? Ал ержігіт басай ғой. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасында. Алып тұлғалардың жылағанын көрдім, бастарын сүйеп қасырған. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасында соныктым. Алып төбелін. Жақсы. Отыра ғой, әлде дайындалу керек. Тағым айтады, ал Диназ айта ғой. Менің атым тәуелсіздік, Ерлан Жүніс. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасында. Алып тұлғалардың жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасында соныктым. Алып сөздерді айтылғанын көрдім, ат төбейінде халықтың. Алып кітаптар торыққанын көрдім, сол сәттен-ақ одан безінген. Алып бойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқтағанын көрдім, өлшемді уақыт жаңадан. Алып жүректер ақталарын көрдім, 6 жасар баладан. Жақсы, өте жақсы. Әлде бала өлеңді оқыған кезде дауыс ырғағына, интонацияға мән беріңіздер. Ары қарай тағы да ортаңғы қатардан ал айта ғой, Айзада. Менің атым тәуелсіздік, Ерлан Жүніс. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасында. Алып таулар шайқалғанын небәрі 6 жасында. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырларға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасында соныктым. Алып сөздер айтылғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Алып кітаптар тоқығанын көрдім, сол сәттен-ақ одан безінген. Алып бойларды қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқығанын көрдім, өлшемді уақыт жаңадан. Жақсы, өте жақсы. Отыра ғой. Енді балалар, менде мынандай сұрақ болып тұр. Жалпы тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ, білесіздер, иә? Біздің тәуелсіздік алған күніміз қай күн еді? Өте жақсы. Енді мынау желтоқсан оқиғасына қатысқан қандай сіздер қоғам қайраткерлері, қандай батырларымызды білесіздер? Айта ғой. Өте жақсы. Тағы да кімдерді білеміз? Тағы кімдерді білеміз? Айта ғой. Өте жақсы. Тағы кімдерді білеміз? Ләззат Асанова, дұрыс айтасыздар. Дұрыс айтады. Жақсы, өте жақсы. Енді қазір мен сіздерге осы тәуелсіздік өлеңінің ішінен мынандай тапсырма берілген тұр. Өлеңді жақсылап қарап шығыңыздар да бір 5 минуттық уақыт берейін, шағын эссе жазамыз. Жақсы ғой. Тәуелсіздік туралы. Ал уақыт кетті. Бейік қамал сонда. Ал енді балалар, кім дайын? Қайсыларыңыз дайынсыздар? Ал Әсем оқу ғой. Желтоқсан оқиғасы тәуелсіздік басталды. Бұрын қазақтар орыстардың айтқанымен жүріп, олардың айтқанын істеп жүрген СССР мемлекеті болған. Қазақтар
қазақтар болған. Қазақтар 1986 жылы көтеріліс жасады. Президент орыс болмасын, еліміз тәуелсіз болсын деп. Біздің қазақтарды, көтеріліске шыққан қазақтарды жұмыстарынан шығарып, оқуларынан шығарған. Соған қарамастан біздің қазақтар тәуелсіздікке жеткен. Жақсы. Енді отыра ғой, өте жақсы әсем. Мынау енді желтоқсан оқиғасы туралы сіздерге айта кетсем, мынау 1986 жылы мына мемлекет басқаруға Колбин есімді орыс азаматы қызметке келген. Міне сол кезде қазақтың көптеген жастары, әсіресе студент жастар алаңға шығып көтеріліс жасаған екен. Бұл көтерілістің мақсаты қазақтың тәуелсіздік екені рас қой. Қазақтың жаңағы басшысын орнынан алып тастағаннан кейін неге қазақтан басшы болмайды деген көтеріліс болған. Мынау енді осы кезде менің де мынау тәуелсіздік туралы өлең ойыма түсіп тұр. Мысалға 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн, ерекше боп мәңгілік жадында елдің қалған күн дейді. Яғни тәуелсіздікті біз әрқашан биікте ұстауымыз керек екен. Жақсы, ары қарай эссемізді жалғастырайық. Кім оқиды? Диназ. Бұл өлеңде ақын тәуелсіздіктің мәні мен маңыздылығын түсіндіріп жеткізуге тырысады. Тәуелсіздік әрқайсымыздың бойымызда екенін, одан айырылсақ өзіміздің жойылмағанымызды айтты. Анасының тарих пәні мұғалімінің қажеттілігін өлең арқылы шебер жеткізеді. Тәуелсіздік ең қымбат байлық. Өз әнұранымызды, елтаңбамызды, көк байрағымызды бар. Тәуелсіздік мемлекет. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Ал Жан оқи ғой. Бұл шығармада автордың ойы жасырда емес, басқаша нақтылар көрсетілген. Дәл айтсақ, Қазақстанның желтоқсан оқиғасы туралы болған. Көтерілген мәселе көтеріліс болған 16 желтоқсан күні. Көптеген күш, адамдар қайтыс болды. Көптеген студент басын жоғалған. Жақсы, жеткілікті. Отыра ғой. Рахмет. Тағы да кім оқиды? Ал оқи ғой, Айзада. Алып қорғанның қалғанын көрдім деген бұл жолдың мағынасы соғыс басталғанда әртүрлі үлкен ғимараттар қиралды. Тәуелсіздік қиын болды. Қазаққа Колбин деген президент келгенде студенттер, жас балалар президенттің қазақ болсын деп шығады. Ол СССР адамдары, әскери адамдары студенттер, жас балаларды соққыға шықты. Жақсы, отыра ғой. Енді алдарыңызда балалар қағаз жатыр. Сол жерге тәуелсіздік деген ұғымды қалай түсінесіздер? Сол туралы шағын бір мәлімет жазайық. 1-2 минут уақыт беремін, қайталаңыздар. Ал енді балалар дайын болсақ, ортаға кеп қорғайық. Қай топ бастайды? Жақсы, келіңіздер, бір үш топ жылдам келейік. Мұқият тыңдап қарап отырыңыздар, балалар. Кішкене бер қарай. Айта. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді. Ата-бабаларымыздың арқасында қазір біздің елтаңба көк ту әнұранымыз бар. Жақсы, өте Жас жақсы. балалар әскерлерден зардап шекті. Халық орыс президентке қарсы болды. Әртүрлі ғимаратта қирады.
Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңыздар. Өте жақсы. Ал енді қай топтайын келесі? Қайсыларыңыз дайынсыздар? Ал келіңіздер. Екінші топ. Тәуелсіздік мысалы ешкімге бағынба. Қазақстан елінде тәуелсіздік үшін көтеріліс болған. 16 желтоқсан күні 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алған. Қазақ халқы орыс депутатына қарсы шыққандықтан қарсы шығып көтеріліс болған. Сол көтеріліс арқасында біздің Қазақстан еліміз тәуелсіздікті алған. Жақсы, өте жақсы. Қосадыңыз ма? Жоқ, жақсы, отырамыз. Келесі үшінші қатардан кім шығады? Ел жігіт па? Ал келіңіздер бұлар. Алдыңдай. Кішкене беріңіз, ортаға келіп отырыңыздар. Тәуелсіздік біздің ең басты байлығымыз. Өте жақсы. Жақсы, отыра қойыңыздар. Өте жақсы. Ал енді балалар, сонымен сабағымызды біз қорытындылай келе Ерлан Жүністің мына өлең жолдарымен сабақты аяқтағым келеді. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол, ұлдың өзінен туған жарық күн. Тәуелсіздігіміздің мәңгі болуы өз қолымызда. Тәуелсіздігіміздің қадірін түсінейік. Тәуелсіздікті бағалайық. Қадірлейік. Болашақ жастар сендер ары қарай да Қазақстанның болашағын көркейтуге оқыңыздар, білім алыңыздар, өз білімдеріңізді шыңдаңыздар. Рахмет.